Уағалейкум ассалам. Қалдарың қалай? Так, түрлерді көрмесем, ол адамды жоқ деп есептейміз. Ескертіліп айтылды. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыңдар ма? Түрлерді көрейік. Кім бар, кім жоқ көрейік. Так, балым. Бармын ағай. Так, ол болсын. Саламатсыз ба? Так. Мәриям. Так. Мариям бар. Так, Қыдырәлі. Саламатсыз ба ағай? Так, қайда мына қалғандары бізде? Мөлдір қайда, түрі көрмей жатыр. Мөлдір Асқарова жоқ, Мөлдір Сапарбаева жоқ. Сапарбек қайсы? Ағай, мен бармын. Кім ол бармын деп отырған? Сапарбек Мөлдір. Жоқ, сол түрін көрмей тұрмыз ғой. Так, Мөлдір Сапарбек бар. Мөлдір ағайда Асқарова. Әлі қосыла алмай тұр, өзім подключение звука болып тұр ғой әлі. Так, Шынар. Сәлеметсіз ба ағай, бармын. Кім, балым, сен екі жерден қосылып тұрсың ба? Я ағай, менде интернет соединение нестабильно болып тұр, ноутбуктан шығып кетсе телефоннан қосылып отқан ғой. Сен что-то саған ұқсайтын біреу деп айтайын десең. Так, Мөлдір Асқарова бар. Так, Шынар. Нұршат бар ма? Нұршат? Так, қалдарың қалай? Сендерде келесі аптада ма не болатыны? Үміттердің апталық олмен келесі апта ғой ма сендерде? Арғы апта ағай, бізде бұл апта 3-ші апта ғой. Я, онан кейінгі апта, қазір. Сөзді, то есть силабусты қараған адам бар ма? Сендердің араларында соңғы силабусты. Силабус дегенде тағы да өзгерттік қой біз деген. Тапсырма беруден жалықпайтын болды бізге өзгерттік. Мен айтам, ертең ана алым ұрсат дедім да, қайта ауыстыра беремін. Жаңа силабус жүктеп қойдыңыз ба универ жүйесіне? Иә, соны жаңа сендер қарап үлгердіңдер. Мен жаңаны көрмескіні ғана қарағам. Соны сохранить алғам ноутбукқа. Сонан кейін ғой мен айтып жатқан ғой, алыстан алып келетқан сол ғой. Сендер оны қайта жүктеп алдыңдар. Енді тағы да жүктейміз деп шаршамаңдаршы деп айтайын деген ғой. Ол менің нем емес. Осы семестрға
сендерге айтты түгел онлайнға ойластырып жасаңыздар деп. Сөйтіп біз онлайнға жасап шықтық. iPhone деген кімдікі? Бекзат ағай. Кім? Бекзат. Бекзат. Бекзаттың аты қашаннан бері iPhone болып кеткен? iPhone бар екен деп айтқысы келген. Жарайды, бар екен енді. Өз атын жаза салайын. Так. Біз уақытымызды алмайық. Композициямыз бойынша. Алтын күз бойынша үй тапсырмаларын кім өткізген жоқ? Бүгін өткізіңдер. Осының бойынша. Мен себебі бал қойым керекпін. Ана күні кім сөз өткізді, өткізгендерін өткізді, түзеткендердікін түзеттім, өздеріне қайтадан жібердім. Алдағы уақытта үлгі болсын, сол сияқты жасаңыздар деп. Мен есімде қалғаны Мөлдір Сапарбек, Шынар Қанапия, тағысын тағылар. Сондықтан ертең бізді тексеріп келген кезде мыналарың не деген әңгіме болмау керек. Мынауыңызды сіз неге айтпағансыз, неге үлгісін көрсетпегенсіз деген сөз болмау керек. Сондықтан сіздер бүгін сағат 6-ға дейін жіберсеңіздер, өткен тақырыптар бойынша ол композиция құрастыру болатын, алтын күз тақырыбына натюрморт, ұлттық нақышпен дегеніміз. Сонан кейін қазақстандық график суретшілер. Мен қазақстандық график суретшілер десем, айтпай қоян кім екен. Біреу маған қазақстандық кескіндемеші суретшілер туралы жіберіп отыр да, реферат. Ол дұрыс емес, біз тақырып бойынша жүргіміз керекпіз. Сондықтан соны үй тапсырмасын орындайтын кезде тақырыпты бір қарап алсаңыздар, сол дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Так, енді біз ары қарай жылжимыз. Көркем шығармашылық дейді. Дәстүрлі бейнелеу өнерінің түрлері. Қолданбалы сәндік өнер, мүсін дейді. Қолданбалы сәндік өнер деген не ол? Кім біледі? Орысша декоративное прикладное искусство. Мүсін дейді екіншісі. Так, жақсы, мен қысқаша айтып кетейін. Көркем шығармашылық дегенде біз дәл қазір айтып отырғанымыз сол дәстүрлі бейнелеу өнерінің түрлері, яғни сонау ата-бабамыздан келе жатқан бейнелеу өнерінің бір ретінде бұл сәндік қолданбалы өнер түрлері. Ол сәндік қолданбалы деген соң оған біз әртүрлі қол жетімді материалдарды пайдалану арқылы белгілі бір өнер туындысын жасау. Ол мысалы үшін теріні илеу арқылы үйдің қамшы дейік, ер-тоқым дейік, ер-тұрман әбзелдері. Ол жүген болуы мүмкін, өмілдіріп құйысқан болуы мүмкін, тағысындағы қамшы болуы мүмкін дегендей, жаңағы қолшоқпар болуы мүмкін. Сонымен қатар үйдің ыдыстары болуы мүмкін, ол торсық болуы мүмкін, тағысындағы басқа аяққап болуы мүмкін. Сонымен қатар ағаштан жасалатын, мысалы үшін әртүрлі бесіктен бастап күнделікті тұрмыста қолданатын заттарды біздің басқаға бармай қойып, біздің қазақ халқының өзі оны өнердің биік деңгейін өзіне көтере білген, жеткізе білген. Яғни жай ғана жасап қоя салмаған, оған ой өрнек салған, мейлінше пайдалануға ыңғайлы қылып жасауға тырысқан. Бір ғана мысалы үшін келінмен келсапты алатын болсақ, келсаптың өзі, келінің өзі қандай ой өрнектермен әдемілеп жасаған. Мысалы ер-тоқымның өзін, мен мысалы кезінде өзімде бойлы ағашынан ер-тоқым шаптым. Сөйтіп 10-11 класстарда мен сол қол өнерімен қатты айналыстым. Прям шабыттанып тұрып, қамшы өруді, жүген өруді,
айтамыз ғой, ат арбаның абзелдері. Тізгіні бар, соның барлығын қолмен өріп, қайыстан сөйтіп жасаған болатынбыз. Онан кейін ер тоқымды жаңа айтқандай мойыл ағашынан шығып, сөйтіп жасап шыққан кездер болды. Сондықтан оның барлығын біз бір жағынан тұрмыстық зат ретінде пайдаланамыз, екіншіден оны біз сәндік қолданбалы өнер түрі дейміз. Яғни ат айтып тұрғанда қолданбалы. Оны әрі сәндік ретінде, әрі күнделікті тұрмыста қолданамыз. Енді онан кейін заман дамығаннан кейін біз қазіргі кезде көбінесе оны істейміз, ондай заттарды қайдан көреміз? Музейден, музейлерден көреміз, көрмелерден көреміз, галереяларда, өнер салондарынан көреміз. Сол сияқты мүсін. Мүсін деген бізге кім жауап бере алады? Не ол мүсін деген? Жақсы, уақытымызды алмай, мен айтып өтейін қысқаша. Бірақ сендер кім қатысып отырады сабаққа белсенді? Ол қосымша балл алады. Мүсін дегеніміз үш өлшемді, басқа өнер, бейнелеу өнер түрінен айырмашылығы мұнда үш өлшемді, яғни оның біз биіктігін, қалыңдығын, көлемін көре аламыз, енін көре аламыз. Яғни айналдыра біз оны қарап көре алатын өнер түрі. Үш өлшемді дегеніміз 3D деген ба? 3D деп айтылады ғой, 3D деп айтамыз. Себебі оны айтып отырмын жаңа. Биіктігі бар, ені бар, қалыңдығы бар. Сонымен қоса қазіргі тілмен айтқанда 4D ғой. Себебі оны жалпы көлемін көре аламыз да. Айналдыра қарағанда. Ол мүсін өнері қазіргі кезде елімізде де өте жақсы дамыған, даму үстінде. Ол шағын мүсіншілерден бастап, кәсіби мүсіншілер оны дайындайтын Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясы бар. Сосын Нұр-Сұлтандағы көркем сурет университеті бар. Өнер университеті. Сонымен одан бөлек бізде басқа өңірлерде де, облыс орталықтарында да әртүрлі университеттер, содан кейін Ақтауда кіші өнер академиясы болатын егер қателеспесем. Сол сияқты Алматыдағы мынау Абай атындағы педагогикалық университетте арнайы факультеті бар. Сосын Орал Таңсықбаев атындағы сәндік қолданбалы өнер, қазір колледж деп аталады, ол бар. Тағысын тағы сондай өнер орындарында оқып шыққан мамандар сол мүсіндерді жасайды. Ол мүсіндер не болуы мүмкін? Ол мүсін сәндік, мынау біздің дизайнға қатысты болғасын айтатын болсақ, үйлерді, сәулет өнеріне байланыстырып, үйлерді безендіруде, интерьер дейміз, экстерьер дейміз, ландшафт дизайн дейміз. Әсіресе көбінесе виллаларды жасағанда, аулаларын безендіру үшін, фонтандар қою үшін сол бұрқақтар соны әдемі безендіріп жасап қояды. Ол бір жағынан әдемілікті көрсете білсек, онымен екінші жағынан ол біздің тұрмыста қолданылатындарымыз. Сонымен қатар ескерткіштер бар, әрбір қалада, былайша айтқанда әрбір ауылда, мектептерде бар шығар. Кеуде мүсіндер, яғни бюст дейміз, адам кеудесінен жасалған. Сондай мүсіндер түрлері бар. Сонан кейін ескерткіштер жаңа айтып өтетін болсақ, ол ескерткіштердің өздері жаңағындай кеуде мүсіні болады, сонан кейін толық мүсіні бар, яғни бір адамның толық басын аяғын түгел көрінген. Сонан кейін отырған, тұрған, жатқан және атты ескерткіштер бар, яғни аттың үстінде бейнеленген. Өздеріңіз білетіндей, біздің халқымыз батыр халық дейміз, соны біліп көрсету мақсатында және тарихта есте қалдыру мақсатында көптеген қалаларда, айталық осы Алматының өзінде бірнеше атты ескерткіштер бар. Батырларымыздың Райымбек батырдан бастап, мысалы үшін Талдықорғанда Қабанбай батырдың ескерткіші бар. Астанада мысалы үшін Кенесары ханның ескерткіші бар. Оралда Сырым Датұлдың бар. Атырауда Исатай мен кімдікі? Исатай мен Махамбеттікі мысалы үшін. Осы сияқты әрбір қалада ескерткіштер орнатылған. Оның біз шығу тегін біз не деп айтады екенбіз? Мүсін деп айтамыз. Так. Енді бұның бәрін мен не үшін айтып келе жатырмын? Келесі тапсырма
бейнелеу өнерінің жанрлары дейді. Пейзаж және анимал дейді. Пейзаж деген қалай түсінесіңдер? Бейнелеу өнерінде пейзаж дегеніміз не? Табиғатты бейнелеу. Айна, саған бір бал дейсің. Иә, табиғатты бейнелеу. Ол графикада болуы мүмкін, ол кескіндемеде болуы мүмкін, ол мүсінде болуы мүмкін, ол сәндік қолданбалы өнерде болуы мүмкін. Табиғатты бейнелегенде оны біз пейзаж дейді екенбіз. Иә? Ал екіншісі анимал дегеніміз анимал. Иә, қазір тіпті киімге де салатын болды ғой. Қойшы. Қалай сонда? Болды, айтпаймын ағай, айта беріңіз. Қалжың ғой? Дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың. Себебі мына графиканың негізінде киімге де басып жатыр, әртүрлі табиғаттың көріністерін. Ол дұрыс, оны қолдаймын. Жай ұйқыларың келіп кетсе, ұйқыларын ашайын деген ойым ғой. Келесі анимал деген жанр, ол анимал деген не екен? Ат айтып тұрғандай. Жануар. Десе жануар дейді. Анимал деген жануар емес пе, ағай? Дұрыс қой, аңқыс деп айтайын десең, сен жануар дедің да? Анимал деген соң аңқыс деп айтайын деген ғой. Дұрыс, яғни жануарларды бейнелейді екенбіз. Ол да бірнеше бейнелеу өнерінің жанрларында, түрлерінде кездеседі екен, бұл өнердің түрі. Анимал жанры. Соны біз дәлелдеу үшін келесі тапсырма пластилиннен тау-текенің мүсіндік композициясын жасаймыз. Тау-теке деген не екенін білесіздер ме? Балының аузы ашылып кетті ғой. Иә, ағай, білеміз. Тау-ешкі ма? Тау-ешкі. Тау-ешкі. Ешкі қылсаңдар болады, тау-теке қылсаңдар болады. Тау-текенің қатты үлкен емес, 10 сантиметрлік деп па, 15 сантиметрлік деп кішігірім шағын мүсіншесін жасайық. Соны келесі үй тапсырмасына алыңыздар. Оған көп пластилинде қажет жоқ. Жалпы біз сіздермен сезіну керекпіз. Жаңағы 3 өлшем, 4 өлшем 3D модель отыр ғой жаңағы балын. Соны енді өзіміз қолымызбен ұстап жасап көрейік, соны сезінеміз біз. Мүсіннің басқа өнер түрлерінің қандай айырмашылығы бар екендігі. Сондықтан келесі үй тапсырмасы бізде пластилиннен тау-текенің мүсіндік композициясын жасау. Келістік қой? Так. Енді осы аптада бал алып қалуға тырысыңыздар. Мөлдір А. Мөлдір С. Естіп отырсың ғой, айтым? Так, бізде қазір уақыт азайып бара жатыр екен. Біз сендермен 4:30-мен нешеде кездесеміз деп едік біз? Қазір. Қалай деп едік? Бізде қазір сразу не кетеді екенбіз ғой, Неге арастырып қойған? Мен қазір мына жаққа жазып салайын. Так, 16:30-да так, семинар дей салайық. Так. Мен деген асығып отырмын. Сөйтсем бізде әлі жарты сағат уақытымыз бар екен, сондықтан уақыттарыңды үнемдей отырып, бүгінгі не бойынша, тақырып бойынша, өткендегі сабақтар бойынша айтып жіберсеңдер, мен соған сәйкес жерге түртіп отырамын да, сонан кейін бал қойып жіберемін. Келістік па? Мәриям Жагорқызы. Жагор қыз деп қой, Жасұланы. Мәриям, сен ойың қалай болып жатыр бұл тақырып бойынша? Көркем шығармашылық деген қалай түсінесің? Жаңа мен екі өнердің түрі бойынша айтып кеттім. Біреу сәндік қолданбалы өнер дедім, екінші мүсін дедім. Осы туралы айтшы. Мәриям. Сәндік қолданбалы өнер деген ол
күнделікті тұрмыстағы заттарға салынатын нәрселер, сондай нәрселер ой өрнектер деп ойлаймын. Мысал келтірші. Мысалы, ас үйде қолданатын ыдыстарда болуы мүмкін. Олардың композициясы қандай болып келеді? Бәрі бірдей болып келе ме, однотипный болып келе ме, әлде әртүрлі композицияда жасала ма? Әртүрлі. Айта бер, қорықпай. Балымға тескізбеймін, қорықпа. Осындай кезде айтып осышы, шанс беріп тұрған кезде. Так, мүсін туралы не айтасың? Сен қай жақтасың, қай қаладасың? Ауылда ма? Оралдың. Оралда сен көрдің бе жаңа мен айтқан Сырым батырдың ескерткішін? Абайдың ескерткішін көрдің бе? Иә, көрдім. Қай жерде тұрған? Абайдың Мәншүк Мәметованың ескерткішін. Аттағы адамдардың мүсінін көрдім. Мүсін деген жалпы бір заттың үлкейтілген немесе кішірейтілген түрін жасау. Неден жасалады екен ол? Қандай материалдардан? Материалын білмейді екен. Сен соны көрген ескерткіштер былай жақын таныспағансың ғой, иә? Алыстан қарап өте шығушы ма едің? Ескерткіштерге жақындамайтын болып тұрсың ғой, иә? Ендігі неде осы бүгін сабақтан шыққаннан міндетті түрде барып көр. Абай атаның анау граниттен жасалған ескерткіш ме, қоладан құйылған ескерткіш пе, Сырым Батырдікі. Соны нақтылап көрші. Сонан кейін Чапаевтың ескерткішін алып тастадыңдар ма, әлде әлі тұр ма? Оралдағы. Вокзалдың алдында тұрушы еді ғой? Аттың деп келе жатқан. Қолын көтеріп қоятқан. Сонан кейін анау кіреберіс жаққа екі батырдың ескерткішін қойып еді. Оның есіңде ме? Иә. Кімдердікі еді ол ескерткіш? Қаланың кіреберісіне қойылған. Мариям вообще қыдырмайды екен, өте сондай тәрбиелі қыз екен да. Қалада вообще жүрмейді екен ғой. Шығады екен, дүкенге баратын, қайтадан тез кіріп кетеді екен. Дұрыс енді, бірақ қазіргі пандемия кезінде, карантин кезінде. Бірақ арасына маска киіп барып қарап шықсаң болады ғой енді. Жаймен қалжыңдап отырған ғой, бірақ дегенмен де оларды біз білуіміз керек. Дизайн болғаннан кейін бұл дизайнның арғы атасы өткенде айтқанымыздай, бұл жалпы бейнелеу өнері. Бұл бейнелеу өнерінің түрлерін біз қазір дизайн деп айтамыз. Мөлдір А дей берем, Асқарова. Мөлдір. Сен қай жақтасың, Мөлдір? Атырау. Атырауда? Исатай мен Махамбеттің көрдің бе ескерткішін? Көрдім. Не бар екен ол жерде? Исатай мен Махамбеттің ескерткіші. Не істеп тұр олар? Шауып жүр ма? Жоқ, тұр. Тұр, иә? Қандай материалдан жасалған екен? Саздан или балшықтан? Мәссаған. Қоладан құйылған ол. Дұрыс айтасың, бірінші негізі, оны біз ең кішкентай моделін, жаңа мен сендерге айтып отырғанда размерде, алдымен идеяны тудыру үшін, композиция тудыру үшін пластилин жасап алады. Кішкентай ғана моделін жасайды. Сонан кейін оны рабочий размерде, 1 метрлік көлемде оны ескерткіштің болашақ жұмыс моделін жасап шығасың. Онан кейін пластилиннен. Онан кейін барып оны балшықтан 2/1 көлемдегі үлкейтілген несін жасайды, көшірмесін жасайды балшықтан. Сонан кейін барып оны мысалы үшін комиссия қарайды, сол комиссия бекіткен композиция бойынша оны не істейді? Жаңағы болашақ болатын ескерткіштің мысалы 3/1 бола ма ол, я болмаса 1/1 бола ма көлемін айтам да, соған сәйкес размерде 1/1 балшықтан жасап шығады. Жаңағы Исатай мен Махамбеттің ескерткішін екі аттың үстіне біреу тартынып, жағында домбырасы бар, мысалы Махамбеттің сөйтіп тұрған композициясын олар балшықтан жасап шығады да, содан кейін оның гипстен формасын алып, содан кейін барып
негізгі соңғы материал қоладан құйып шығады. Астына тұғыртасы дейміз, постамент. Ол гранит тастан қойылған. Және оның артында үлкен, байқасаң, барельеф бар, иә? Байқадың ба? Сол заманды бейнелейтін үлкен арт жағында барельеф бар. Оған нелер, найзалар шашылған, иә, сол заман. Байқап көрсең. Вот. Сол сондықтан оның келесі барған кезде сен білем, сипап көрсең ешкім ұрыспайтын шығар. Бүйтіп былай, бүйтіп шертіп көрсең болады, шертсең кішкене звонкий дауыс шығады, дыбыс шығады. Таң-таң етіп. Егер бал шықпаса, пычық-пычық деп дұрыс шықпайды дыбыс. Металдан болған болса, ол дыбыс шығып тұрады әртүрлі. Иә, сондықтан оған мән беру керек. Ал мынау сәндік қолданбалы өнер деген туралы Атырауда не бар өзі? Бірдеңе бар ма өзі? Сәндік қолданбалы өнерге мысал келтіретіндей не бар? Мөлдір. Бар ма? Ыдыс аяқтар. Ондай ештеңе қолданбайсыңдар ма сендер? Жоқ. Тек мұнайды өндіресіңдер де Қытайға қарай жібере бересіңдер, иә? Трубамен аласыңдар да. Анау ағаш ыдыстары бар шығар, иә? Бар ма ондайлар? Жоқ. Ыдыстар, астаулар ондай пайдаланбайсыңдар ма? Сендердің бәрі пластмассадан жасалған ғой, иә? Жоқ, қалжырсыз. Сенің бірақ қаланың қызы шығарсың, мүмкін қаланың қызы болсаң, енді көп нәрсені басқаша қабылдауы мүмкін. Мынау дәстүрлі қазақтың тұрмыс салтында дегенім ғой. Жайлауға неге барып көрдің ба? Ауыл жаққа, ол жақтарда жиірек қолданылады, көбінесе. Жаңағыда біз айтып отырған сәндік қолданбалы өнер деген. Ал енді оны жаңа айтқандай, қазіргі кезде үлкен қалаларда оны музейлерден, этнографиялық музейден, болмаса өнер музейлерінен, салондардан, галереялардан көруге болады. Түсіндің ғой, иә? Сондықтан кішкене келесі жолы тек жігіттерге қарай бермей, өнердің туындыларына да қарап шықтың ба? Жақсы. Так. Ақбота, қалың қалай айналайын? Саламатсыз ба? Сен қай жақтасың? Жаркент қаласынан. Жаркентте? Жаркентте қандай ескерткіш бар? Мынау деп елге айтқанға көрсететіндей, айтып көрсететіндей. Жаркенттен ондай ескерткіштер жоқ, бірақ андай не бар? Ешқандай шегесіз салынған мешіт бар, Өлебай мешіті. Жаркент мешіті, иә? Атақты. Иә. Иә, дұрыс айтасың. Ол туралы мен фильм дайындаған, осы ютубта болу көр, Жаркент мешіттен. Кейін уақытым болса бір қарап көр. Мен де барып ана жылы 2018-де барып түсіріп қайтқан болатын Жаркентке. Сен сол кезде сен екенсің жүрген, мен көрген, бір қыз ары өтіп бері өтіп жүрген. Сен екенсің. Так, сәндік қолданбалы өнерге қандай не айтасың? Сол жаңа мешітке тоқталайықшы, мешіттің ішінде не байқадың сен? Мешіттің ішінде ол жерде сәндік қолданбалы өнердегі барлық ыдыс-аяқтар болған, самаурындар сол көне заманнан бері келе жатқан қандай ыдыстар қолданды барлығы болды ішінде. Так, ыдыстар, тағы да? Ыдыстар болды, люстралар болды. Ыдыстардың негізі көбіне ыдыстар болған, әртүрлі сол кездегі самаурындар, түрлі самаурынның өзінің бірнеше түрі болды, әлем түрі болды, сол ыдыстар болды. Бір сөзбен айтқанда ыдыстар, иә. Содан кейін тағы отыратын орындықтар болды, тақ болды сол жерде. Так, тағы да? Болды сол көбіне ыдыстар ғана. Жақсы. Яғни күнделікті тұрмыста қолданатын жаңағы сен айтқанда самаурындар болсын, майшамдар болсын, люстра дейміз ғой, шырақшам дейміз ғой, сондайлардың барлығын шеберлер өз сол сала бойынша айналысатын солар жасап дайындаған екен, иә? Ескерткіштер бар ма сонда Жаркентте? Көрдің ба ескерткішті? Ескерткіштер енді ондай бір айтатындай үлкен емес, кішігірім әр жерде ескерткіштер болады.
Ерболдың ескерткішін көрген жоқсың ба? Ербол мен Ләззаттың. Жоқ. Жақсы, оны алдағы уақытта саған тапсырмасын. Жәркен бір аралап шықшы, қолын босаған кісі. Так, Шынар Қанапия, сен қай жақтасың? Мен келген ауданнан ағай. Бұл жақта Райымбек атаның ескерткіші бар. Бара жатқан кезде ма? Иә. Кегеннің қай жерінде дедің сен? Сол жер неде ма? Өзінде ма кеген? Жоқ, мен жалаңаш ауыл жағынан. Жалаңаш, саты жалаңаш жақтан ба? Иә. Бірақ саған дейін бара жатқан кезде анау асуында бар, иә? Сонда ескерткіш. Иә, Кеген аудан деп тұрған кезде бір батырдың шауып келе жатқан ескерткіші бар, иә? Оның жанына жолдың қарсы бетіне қойып қойған бір нәрсенің мүсіні бар ана жерде, көрдің ба? Мысықтікі ма, нені бар ол жерде? Бүркіттікі ғой деймін. Жоқ, бүркіт емес, прям бүркіттік ол сәл арырақ қой. Ана жаңағы атпен шауып келе жатқанның қарсысында бірдеңе тұр ғой. Білмеймін, көрмейсің ғой, бір кішкентай тышқанның ескерткіші ма бірдеме? Иә, бүркіт болатын жаңағы. Иә, деп қояды. Барыстың айбаттанып тұрған ескерткіші бар ғой, соны көрген жоқсыңдар ма? Ойбай, құдай. Көздерін кішкене ашып жүріңдер, ұят болады. Так. Ол қазір қолданысқа енбекті жол. Қазір жаңа жол салып тастатты. Жоқ, мен мына Шынарға айтып отырмын ғой, Аққуды саған айтып отырған жоқпын. Жоқ, мен де білем, ол жақты деп айтайын деген. Шынарға тапсырма, келесі жол соны суретке түсіріп аласың. Так, бәріңе тапсырма, сол өз үйлерінде, өздерің қазір жүрген жақтағы ескерткіштерді суретке түсіріп алыңдаршы. Содан кейін талқыға саламыз. Келістік па? Так, Мөлдір Сапарбек. Сен қай жақтасың қазір? Тез айтайық. Монғолияда. Ау? Монғолияда? Иә, соны білемін ғой, қай жерінде дегенім ғой. Монғолияның Баянауыл аймағының ауылындасың, иә? Сендерден қолөнердің заттары бар шығар? Иә, бізде барлығы бар. Мысалы, саяқ жаққа келетін болсақ, мысалы бізде әлі күнге дейін қолданатын саба, бие сауатын көне деген заттар әлі қолданылады қазір бізде. Қолданылады, теріден жасалған, иә, көмеге? Киімдері де қолданатын, мысалы, андай қазақи тымақтары, шапандары барлығы қолданылады бізде. Жақсы. Так, Бекзат Шәкенова. Ау дейді. Бері шықсашы. Қай жақтасың сен? Мен қазір Алматыда. Алматыда? Негізі қай жақтансың? Иә. Қордайдан. Жамбыл облысы Қордайдан. Қордайдан Батырдың ескерткішін көрдің ба? Қордайдың ортасында ең алғаш Қазақстандағы орнатылған атты ескерткіш. Кімдікі екен? Қабанбай Батыр. Жоқ. Өтеген Батырдікі. Өтеген Батырдың ескерткіші. Өтеген Батыр. Қордайдан саған да тапсырма, ел жаққа барған кезде соны бір түсіріп алақа. Сен оны көрсетесің. Так, Нұршат. Ол болсын екен неме тығылып отыр. Так, сен түрін көрмей отырмын. Қыдырайлы, сен жаңа маған айтып отыр, сіздің сабаққа қосылып оқысыны. Мен айтам, ол Қыдырайлы алдынан басынан бері мен сабағыма қатысып жүрсің ғой сен. Е? Сен бүгін ғана қосып отыр да, мен соны түсінбедім. Сен алдында осы бар емессің бе деймін да, осы тізімде барсың ғой. Сен қай жақтасың? Алматыдасың? Бармын. Алматыдамын, бірақ Қызылордада дүниеге келдім. Қызылорда, Қызылорданың қай жерінде? Қармақшы деген ауыл. Мына сәндік қолданбалы өнердің түрлері. Алматыда 2003-тен бері тұрамын. Сәндік қолданбалы өнердің түрлерін білесің ғой, е? Білемін, бірақ Қызылордада онда көрмеппін. Көрмедім. Алматыда көрдің ба?
көрдім, витраждар, мүсін. Ана метроға түскен кезде метро станция, Абай деген Иә, станция әдемі. саяхаттың қасында Райымбек ескерткіші бар. Соны күнде көремін почти. Сен сол жақта отырасың ба? Жоқ, сол жаққа жұмысқа барамын. Жұмысқа барамын дейсің ба? Жұмыс істеп жүрсің ба? Жақсы. Иә. Жақсы. Біз былай келсек, қазір уақыт азайып бара жатыр екен. Үй тапсырмасын жаңа бағам айтқандай, бүгін сағат 6-ға дейін жіберуге тырысыңыздар, өткендегі тақырыптар бойынша. Ал енді бүгін айттым, мен сендерге пластилиннен Таутекенің мүсіндік композициясын жасайсыңдар, соны жібересіңдер маған. Так? Ол болсын деген... Ол болсын бар ма, жоқ па? Ол болсын шай ішуге кетіп қалған ғой деймін. Бар екен ол. Сен қай жүрсің? Қай жақтасың? Мен Арал қаласы, Қызылорда облысы Арал қаласынан. О жақта да ескерткіш дегенде сәнді қолданбалы өнер деген бар ма? Иә. Бар, иә? Яғни сол туралы айтып бере алатындай, иә? Келесі уақытта айтасыңдар. Так, үй тапсырмасын бердім. Нұршат? Ассалаумағалейкум ағай. Уағалейкумассалам, тағы амандасайыншы. Сенімен жекелеп. Қайда сен? Түрің қайда? Жуынбай келдің ба не? Түрін көрсетуге алып отырсың? Жоқ, камерам қосылмай тұр. Камерада болып тұр ол мәселе. Жақсы, онда тапсырма түсінікті ғой? Иә? Иә ағай. Иә. Нұршаттан сұрап отырмын да, Нұршаттан. Бүркіт. Ой, Нұршат. Иә, бармын ағай. Үйдің тапсырмасын, үйге берілген тапсырманы орындайық. Шағын көлемде біз Таутекенің мүсіндік композициясын жасайық. Енді композиция деп айтып тұрғаным, әркім өзінің қалауынша жасайды. Бір-бірінен көшіріп қажет жоқ. Отырғаны болуы мүмкін, жатқаны болуы мүмкін Таутекенің. Бір-бірімен түсіп тұрғаны болуы мүмкін. Иә? Мүмкін бір жартасының үстінде тұрған шығар, керіліп тұрған шығар. Аяғын қасып тұрма, білмеймін ғой, әртүрлі композицияда ойластыруға болады. Өздеріне қалай ыңғайлы, солай. Мектепте пластилинмен жұмыс жасап көрген шығарсыңдар. Иә? Соны бір еске түсіресіңдер. Соның композиция деген пәннің не екенін еске түсіреміз де. Сөйтіп бір туындыны жасап шығайық. Естік па? Жақсы онда. Жұмыстарыңды жібере беріңдер. Жақсы.